Сәлеметсіздер ме достар? Біздің күнделікті тұрақты пайдаланушы жазылған подписчиктеріміз және де жаңадан жазылғысы келіп жүрген шабандоздар, не болмаса жай ғана күнделік толтырғысы келіп жүрген телеграм подписчиктері. Біздің алдыңғы сабағымыз, қателеспесем, желтоқсан айында жазылған болатын. Ол өте ескі күнделік, басқа жүйеде жұмыс жасады және де кейбір әлсіз тұстары болды. Сондықтан біз жаңадан басқа өзінің жеке формуласымен, жеке өзінің жоспарымен жаңа күнделік жасауға шешім қабылдаған болатынбыз. Және де ол кішкене бізде ескі күнделіктен қарағанда сәтті аяқталды. Ары қарай дамыта береміз. Біздің күнделікте Құдай қаласа жаңағы санаға сезім, медитация, кейбір пайдалы сабақтар, пайдалы ақпараттар бот сіздерге таратып отырады. Яғни сіздің күнделікті дамуыңызға өзінің бір үлесін қосуға, пайдалы болуға мүмкіндігінше көмектеседі. Сонымен қазір күнделікті қалай жұмыс жасайды және де оны қалай дұрыс қосу керек, орнату керек, таңертең қалай дұрыс орнатқан кезде қандай жағдайда сізге таңертең бот өзі күнделік толтыруды сұрап тұратынын настроить етіп, жаңағы орнатып, видеоға түсіріп көрсетеміз. Егер де сізде сілтеме болмаса, не болмаса жаңағы өтетін ешқандай сілтеме, біреуден келген хабарлама болмаса, жай ғана поискке былай жазамыз: күнделік. Мінекей, көрдіңіз бе? Күнделік деген кезде бірден боттың белгісі мынау, мінекей. Анандай құлағында наушнигі бар смайлик сияқты. Мынаның бізге ешқандай қатысы жоқ, айтып қояйын. Бұны біздікі екен деп шатасып етіп кіріп кетпеңіздер. Тек қана осыған кіреміз. Күнделік деп жазған кезде бірінші шығады, содан кейін сіздер менің жеке күнделігім басасыздар. Басқан кезде старт тетігі пайда болады астында. Көріп тұрсыздар ғой? Мінекей. Мынау бізде бояп тастай береді, жарайды. Старт тетігін басқан кезде сізге өзін таныстырады. Мен сізді көргеніме қуаныштымын. Білгіңіз келсе бот жайлы басыңыз. Операция, түсінікті. Телеграм кішкене тоқтап тұр, соединение деп тұр. Осындай болған жағдайда өтініш ештеңені қайта басып керек емес. Бұл телеграмнан келетін қателік болады. Сондықтан жай ғана күту керек сабырмен. Мінекей, күнделік бот жайлы басқан кезде, бот жайлы тетігін басқан кезде сіздерге мінекей. Тағы да сәлем, байқағанымдай, мен жайлы қатты білгіңіз келеді екен. Айтқанымдай, мен сізге күнделік толтыруға көмектесемін. Сіздің том, шаң күнделіктеріңіз жердің бір жерінде жатқан болар. Бірақ мен ондай күнделік емеспін. Осындай сізге өте пайдалы золотой күнделігіңізбін дейді. Әрі қазақша, және мен сіздің күнделікті өміріңізде анашыңыз сияқты есеп алатын, өзіңіздің өсіп жатқаныңызды көрсете алатын қасиетім бар. Күнделік толтыруды бастау тетігін басыңызда кеттік дейді. Батылырақ болыңыз дейді сізге. Шешім қабылдаңыз дейді. Кәсіпкердің ең бір жақсы қасиеті дұрыс шешім қабылдай білу, батыл болу және де. Күнделік толтыруды бастау. Басамыз, сол кезде шешім қабылдаудың жарайсың дейді. Ең алдымен танысып алайық. Менің есімім Джерри. Жай ғана Диз десең болады. Ал сенің атың кім? Бұл жерде өтініш менің атым қандай күшті нәрсе деп жазып керек емес, себебі бұл робот сізге тек қана өзіне қажет қана ақпаратты ала алады. Мысалға, Маркус. Менің атым жай ғана осылай жазасыз, Маркус, бітті. Болды. Керемет Маркус, көрдіңіз, сізді танып тұр уже. Керемет Маркус, енді екеуміз тапсырмаларды бірігіп орындау үшін сіз мыналарды істеңіз. Бұл жерде сізге 4 тапсырма берілген. Біріншісі канал ашу, оған жаңағы каналдың атын бекіту, содан кейін каналға жаңағы
администратор қылып осы ботты қосу және де сол каналдың ішіне кез келген бір хабарлама жазып бұл ботқа қайтадан жіберу. Оны қалай жасаймыз? Мен сізді күтемін достым дейді, назад тетігін басамыз, шығамыз, яғни шықтық. Мынаны жауып тастайық. Мына жерде сізде мынандай қалам пайда болады. Осыны бассаңыз, создать канал, создать секретный чат, создать группу деген бар. Сізге группаны басуға, каналды басуға, жаңағы секретный чатты болмайды. 5-6 рет айтайық, өйткені видеода сіз дұрыстап қарап мұқият есіңізде сақтап алыңыз. Сізге тек қана канал керек. Создать канал. Осы керек. Осындай әдісі бар. Және де тағы бір әдісі, ол мына менюді басқан кезде, мынаны басқан кезде шетінде тұрады создать канал, создать группу. Сол арқылы кіресіз. Мен мынамен кіріп көрсете берейін. Бастық, создать канал. Создать каналды басқан кезде жаңа ат қойды неше түрлі өзің білетін. Соған жазасыз. Менің, например, менің даму жолым. Болды, басқа ешнеке жазып керек емес. Сурет қойғыңыз келсе, сурет қойыңыз, өзіңіз білесіз. Описание жазғыңыз келсе, описание жазыңыз. Енді көбісі сұрайды, бұл құпия ма, не болмаса басқа адамдар оқи ала ма деп. Неке, мына жерге басқанда қараңыз. Мынаны басқаннан кейін сізден публичный канал және де частный канал болып екіге бөлінеді. Мына жерде өздері де жазылып тұр, міне астында кішкентай жазумен. Оқиық. Публичный канал дегеніміз, бұл кез келген адам манағы күнделік ботты поисктен тауып алған секілді поиск арқылы таба алатын доступный каналдар. Бұл сізге егер бір танымал біреу болсаңыз, не болмаса күнделігіңізді біреу оқып тұрған қаласаңыз, аша аласыз осымен. Ашқыңыз келсе. Ал егер жеке өзіңіздің жаңа құпия ақпараттарыңыз, өміріңізді біреуге жария еткіңіз келмесе, частный канал ашу керек, частный. На жерде жазылып тұр, на частный канал можно подписаться только по ссылке приглашения. Яғни бұған ешкім кіре алмайды. Сізден басқа әрине. Өйткені сіз өзіңіз администратор және де осы каналды ашқан иесісіз. Бұл каналға тек қана сілтеме арқылы кіре алады. Ал сілтеме арқылы кіру үшін сіз сілтемені біреуге беруіңіз керек. Сол кезде ғана кіре алады. Және де оны кейін өшіріп тастауыңызға болады кіргізген адамыңызды. Сол кезде ол қайтып кіре алмайды. Осылай түсінікті тілмен сіздерге жеткізсем, сіздер түсінеді деп ойлаймын. Содан кейін, частный каналды ашқаннан кейін, мына тетікті басамыз қайтадан. Мына тетікті түсіндіңіз ғой, мынандай тетік ол я, принять деген сөз ғой. Қабылдаймыз. Айтпақшы, пригласить подписаться дегенде, мына жерде қалың контактілер тұрады сіздің класстастарыңыздың жаңағы телефон нөмірлерімен. Олардың ешқайсысын шақырмас үшін жай ғана ештеңені баспай, мына жерде ештеңені де баспай, құр мына тетікті баса саламыз. Болды, ешкім шақырған жоқпыз. Бітті. Күнделіктің, то есть каналы дайын. Менің даму жолым деген күнделігім бар міне. Бұл жерде подписчик әзірге мен ғана. Енді маңызды сәт, қараңыздар. Не істейміз? Енді менің даму жолым деген тетікті жазуды басамыз. Не болмаса мына қазір. Мына 3 нүктені басамыз. Кешіріңіздер, 3 нүктені баспаймыз. Менде басқаша екен ғой. Мына жазуды басамыз енше. Менің даму жолым. Басасыз. Сол кезде мынандай меню пайда болады. Администраторы, подписчики деген. Сіз не істейсіз? Подписчикиді басасыз. Жоқ, подписчик емес. Администраторды басайық бірден. Администраторды басамыз. Добавить администратора деген бар. Бұл жерге біз ботты қосуымыз керек. Жаңа ботымызды қосып, администратор қылайық деп жатырмыз. Поискке қайтадан басындағыдай жазамыз латын тілімен күнделік бот мінекей. Сіз бірінші басында іздегенсіз, сондықтан тез шығады ол. Осыны үстінен басамыз, болды. Мына жерде выбор администраторовты қоямыз.
қоймасаңыз да болады, бірақ қоя салыңыз. Содан кейін мынаны басамыз. Болды. Бот енді администратор. Құтты болсын. Артқа қайтадан шығып, мына жерге кез келген бір хабарлама жаза саламыз. Мысалға, сәлем бот. Отправить басамыз. Болды. Енді қараңыз, сообщениені, мына сообщенияның үстінен бірақ қолыңызбен басып қалсаңыз, осындай меню шығады. Не болмаса 1, 2, 3 деп басып тұрған кезде осындай үстінде нелер шығады, тоже менюлар. Бірақ та сізде кейбіреу болмауы мүмкін, өйткені мендегі телеграм басқа телеграм. Сіз мына екі тетік деген сізде болмауы мүмкін расымен. Сізде бірақ мынау міндетті түрде болады, біреуі переслать деген. Не болмаса манағы мен айтқандай мынаны бір-ақ рет басып, мына переслать арқылы басып, менің жеке күнделігім ботқа жібереміз. Жаңағы хабарламаны жіберіп жатырмыз ғой біз үстінен басып. Ол өзі сұрады ғой мына жерде мінекей. Мінекей, сол каналға мені қосқаннан кейін каналдағы жазбаны маған жіберіңіз деп. Мінекей, біз жаңа таңдадық ботты, мінекей, жіберілейін деп жатыр. Ештеңке жазбай, тек қана мынаны баса саламыз. Бастық, бітті, жарайсыз, сіздің қолыңыздан келді дейді, ура. Сіз екеуміз енді бірге сіздің дамуыңызға жұмыс жасаймыз. Дайын болған тұста төмендегі алғашқы күнді толтыруға кірісу тетігін басыңыз. Бастау. Осы тетікті басамыз. Бастау міне. Арыстандай айбатты жолбарыстай айғайлатты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін деген Мағжан Жұмабаев атамыздың керемет сөзімен күнделігіміз басталады. Әрине сізде басқа болуы мүмкін, себебі бұл әртүрлі, әр күнге әртүрлі жаңағы осындай рухты сөздер, жаңағы алаш зиялыларының рухты сөздері шығып тұрады. Ағайдың да ішінде сөзі бар. Окейді басамыз. Осыдан кейін окейді, осы жазу күнделігінде таңғы 6-да сізге шығып тұрады. Окейді басамыз. Сол кезде күнделік басталды мінекей. Кеше жаттым, осындай уақытта, бүгін тұрдым, осындай уақытта. Күндерімнің жақсы сәттерін жазасыз. Кешегі күннің басты нәрсесін жазасыз. Көңіл күй балмен бекітесіз 1-ден 10-ға дейін 10 балл, 8-6 балл, 7 балл осылай бекіте бересіз. Не істей алмадым, нені дұрыс істемедім, бүгін не істеймін. Басты нәрсе ерік-жігер жетілдіру жоспары, аффирмация, инкантация. Содан кейін 5 сұраққа жауап бересіз. Көңіл күйім керемет болу үшін не істей аламын? Бизнесім алға жүретінде не істей аламын? Қандай адамдарға жақсылық жасай аламын? Бүгін білімімді жетілдіру үшін не істей аламын? Және де бүгін денсаулығымды нығайту үшін не істей аламын? Окей, басылады. Енді қараңыз, сыртқа шығып, сізге өзіңіздің каналыңыздан сізге хабарлама келіп тұр. Оны сізге бот жіберіп тұр. Ашамыз. Мынаның барлығын толтырдыңыз ғой? Анкета сияқты. Енді қараңыз. Оля. Мінекей, сіздің күнделігіңіз дайын. Бұны сіз не істей аласыз? ШМКВ топтарыңыз болса, бұны да жаңағы переслать етуге болады басқа топтарға. Сапалы қазақ тобына, ШМКВ топтарыңызға басқа біреуге жібере аласыз. Және де тағы да бұны копировать ету арқылы порталға қоя аласыз. Копировать, порталға қоясыз. Копировать, басқа бір жерге жібересіз. WhatsApp-тағы группаға жібере аласыз. Және де бұл жерде тағы бір айта кететін жағдай, бір жерден бір нәрсе дұрыс толтырғыңыз келсе, мынаны бірлеп басқан кезде изменить деген бар. Изменить деп басасыз да, қалаған нәрсеңізді өзгерте аласыз. Мына жерге басқа нәрсе жазасыз. Өтірік күнделік толтыратындар бар ғой, кеше жаттым 12:30 деп қойыпты, 11:30 дей салайыншы деп. Бүйтіп өзгерте саласыз да, мына мінекей мына тетікті баса саласыз, көк тетікті. Болды, өзгертілді мінекей. Қайда? 11:30. 11:30 деп тұр міне. Тағы бір күнделіктің тағы бір қосымшасы, ол ойлар, тұжырымдар. ШМКВ сіз бір толтырғаннан кейін қайтып толтыра алмайсыз. Себебі бүгінгі күнге ШМКВ толтырып қойдыңыз. Ойлар, тұжырымдар. Яғни сіздің бір
жазғыңыз келіп жүрген бір шағын өзіңіз журналист, өмірдің бір күндік өмірден бір қорытынды шығарғыңыз келсе, бір адаммен кездесіп көңіліңіз қалып, бір ой түйсеңіз, осында жаза аласыз да. Там осылай болыпты, бүйтіпті, анау мынау, там ешкіден сүт шығады екен деген сияқты, сиыр егіз тауыпты, кеше итім өліп қалды, мынандай адам осындай жаман екен, адамдармен қарым-қатынас жақсы байланыс болу керек екен деген сияқты жазасыз да, жібере саласыз. Окей деген жазу шығады. Яғни менің даму жолдарым қайтадан сізге хабарлама келді. Сіздің ойлар, тұжырымдарыңыз осында жазылды. Яғни сіздің барлық күнделігіңіз осы жерде. Алдағы уақытта бұл бот сізге 100 арман, 100 мақсат талап етеді, толтырасыз. Апталық, айлық, жылдық жоспар талап етеді. Апталық жоспар жазасыз. Апталық жоспарға есеп тапсырасыз, яғни толтырасыз, осындай мақсаттар жасаймын деп. Содан кейін бот сізге апта аяғында есеп сұрайды. Сен осындай нәрселер жасаймын деп едің ғой, жасалды ма? Қанша пайызға жасалды? Жасайды. Ең соңында сізге қорытынды көрсетеді. 50% аптаның апталық жоспарың 50% жасалды. Сен кішкене қозғал деген сияқты. 0 болса сен жалқаусың дейді мысалға. Не деген сорлысың, аптаң текке өтіп кетті деген сияқты. Әрине жаман сөздермен ұрсады, өте жақсы болса мақтайды. Бізден арнайы апталық, айлық жоспарларын дұрыс жасап жүрген адамдарға бот шотыңызға ақша салып отырады. 1000 теңге, 2000 теңге, 5000 теңгеге дейін. Тапсырмалар болады, ойындар болады, челлендж болады даму мақсатында. Инстаграм лайк тайм болады міндетті түрде. Сондықтан бұл жерде аудитория өте көп, және де анандай көп деген чаттар бастарыңызды қатырмайды, ешқандай сұрақ жауап жоқ, басқа біреулер мазаңызды алмайды. Тек қана белгілі бір уақытта хэштег беріледі, соған лайк қойып бір-бірлеріңізді дамытасыздар. Ал құр лайкты пайдаланған адамды бот автоматты түрде жүйеден шығарып тастайды. Келесі қосылуы өкінішке орай қымбатқа тұрады. 500 теңге бір-ақ рет сатып алып мәңгі пайдаланатын болсаңыз, ал біз шығарып тастағаннан кейін қайтадан қосылу, мен шынымды айтайын, 5000 теңге болады. Ол біздің ақша табу, пайда табу мақсатында емес, бір-бірімізді дамыту мақсатында жасалып жатқан жүйе. Сондықтан ат салысып, жақындарыңызға таратсаңыздар да біз қуанамыз, және де әр қазақтың дамуына осындай бір кішігірім үлесімізді қосамыз, және де пайдасы тисе біз қуаныштымыз. Біздің арнайы чатымыз бар, сол жерге де сіздерге жазылуға болады. Мына менің күнделігімге кіресіз қайтадан. Осы жерде бот жайлы жауап алу группасы деген бар. Осыны бассаңыз сізге арнайы сілтеме беріледі. Осы сілтеме арқылы сіз группаға өтіп кете аласыз. Мінекей біз группадамыз. Осы жерде сұрақ жауап барлығы бар. Сәрсенбінің сәтті күні өте сәтті болсын, қуанышты жаңалықтар көп болсын. Әр күндеріңізді бағалап, саралап, өмірлеріңізді күнделікті толтырумен жүйелеп, сапалы өмір салтын, салауатын ұстануға тілектеспін. Назар қойып тыңдағандарыңызға, көз салып жүгіртіп қарағандарыңызға көп рахмет.